Миркина және сіздер менің арнамдасыздар. Және бүгінгі видео тек қыздарға арналады, себебі мен бүгін сіздерге шашқа арналған 3 түрлі шаш үлгісін көрсететін боламын. Және оларды сіз өте оңай жолмен күнделікті жасай аласыз. Сол себептен видео сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Ендеше видеоны әрі қарата қараңыздар. Бірінші шаш үлгісі, ол үшін ең алдымен шашымызды жақсылап тараймыз. Одан кейін шашымызды екі жаққа қарай бөлеміз. Енді шашымызды қарапайым 3 өрімменен бос қылып өретін боламыз. Енді шашымызға көлем беріп, оны осылайынан тартатын боламыз, яғни барлығы да видеода көрсетілген. Шашымыздың екінші жақ бөлігінде дәл осылай бос қылып өріп, оған да көлем беріп тартатын боламыз. Мінекей болды достар, біздің шашымыз дайын, және ол өте әдемі көрінеді, және маған қатты ұнап тұр, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Керемет. Екінші шаш үлгісі, ол үшін әрине тағы да шашымызды жақсылап тарап аламыз. Және мынадай кішкентай резинкамен шашымызды бір жерге буатын боламыз. Енді болған шашты кішкене босатыңқыраймыз да, екі жаққа қарай осылай ашып, жаңағы болған шашты осы екі шаштың арасынан өткізетін боламыз. Барлығы видеодағыдай. Мінекей достар, біздің шашымыз дайын болды, және ол өте керемет. Әсіресе артынан қарасаңыз күшті болады, маған қатты ұнады. Егер сіздің шашыңыз осылай жасаған кезде босап кететін болса, онда мен сіздерге бір шаш үлгісін көрсетем. Үшінші шаш үлгісі. Ол үшін әрине ең алдымен шашымызды жақсылап тараймыз тағы да. Және шашымызды екі жаққа қарай осылайынан бөліп буатын боламыз. Буып болдым, енді біз бұны кәдімгі қарапайым 3 өрімменен өретін боламыз. Достар, шашымыз өрілді, және оны осылайда қалдыруға болады, бірақ сіз бірінші сынып оқушысына ұқсап қаласыз, сол себептен әрі қарай жалғастырамыз. Әрі қарай видеодағыдай оны орайтын боламыз. Достар, мінекей осылайынан түйіледі, және де екінші жақ шашты да дәл осылайынан түйетін боламыз. Мінекей достар, біздің шашымыз дайын болды, және ол ешқандай да босамайды, және өте әдемі көрінеді.
Болды достар, бүгінге осы. Және мен бүгін әдемі деген сөзді қанша рет айттым, соны санап комментарийге қанша рет екендігін жазып кетіңіздер. Және алғашқы тапқан 2 адамға мен келесі видеода сәлем жолдайтын боламын. Және тездетіңіздер. И осымен мен бүгінгі видеом аяқталды. Және сіздерге бұл видеоны деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып, менің атыма жазылып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Бұл видео тек қыздарға арналған.